Абай Құнанбаев 21-ші қара сөзі. Аз ба көп пе, адам баласы бір түрлі мақтаннан аман болмағы қиын іс. Сол мақтан деген нәрсенің мен екі түрлісін байқадым. Біреуінің атын үлкендік деп атаймын, біреуін мақтаншақтық деймін. Үлкендік адам ішінен өзін-өзі бағалы есеп қылмақ. Яғни надан атанбастығын, жеңіл атанбастығын, мақтаншақ атанбастығын, әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамшақ, өсекші, өтірікші, алдамшы, кеселді, осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. Олар өзімді жақсы демесе, мейлі білсін, жаман тегіспесем екен деп азаптанады. Екінші мақтаншақ деген біреуі. Демесін демейді, десін дейді. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әрнешік не түрлі болса да десін деп азаптанып жүріп, демесіңді ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгіл әуелі іс екен деп ескермейді. Мұндай мақтаншақтардың өзі үш түрлі болады. Біреуі жатқа мақтанарлық мақтанды іздейді. Ол надан, ләкин надан да болса адам. Екіншісі өзі елінің ішінде мақтанарлық мақтанды іздейді. Оның надандығы толық, адамдығы әбден толық емес. Үшіншісі өз үйіне келіп айтпаса, яки ауылына ғана келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтанды іздейді. Ол наданның наданы, ләкин өзі адам емес. Жатқа мақталсам екен деген, елім мақтаса екен дейді. Еліме мақталсам екен деген, ағайыным мақтаса екен дейді. Ағайынның ішінде өзі мақтау іздеген, өзімді өзім мақтап жетем дейді. Абай Құнанбаев 22-ші қара сөзі. Дәл осы күнде қазақтың ішінде кімді жақсы көріп, кімді қадірлейін деп ойладым. Байды қадірлеймін десең, бай жоқ. Бай болса, өз басының, өз малының еркі өзінде жоқ. Кей бай өзі біреумен күш таластырамын деп, 100 кісіге қорғаулықтығынан жалынып, малын үлестіріп жүр. Ойлайды, жалынтып бердім деп, ақмақтығынан. Жоқ, өзі жалынып беріп жүр. Қайыр да емес, мырзалық та емес. Өз елімен, өз жерімен ойрандасып, ойсыздарға қойнын ашып, малын шашып жүр. Кей байлар, елдегі құттылар, сүттілер берекелесе алмаған соң, кеселді қулар көбейіп кетті. Көп қорқытып, істеген нәрсесі жоқ. Еріксіз кім болса соған жемтіп болып жүр. Мырзаларды қадірлейін десең, осы күнде анық мырза елде жоқ. Мал бергіш мырза иттен көп. Біреуі бір пайдама келтірем деп мырза болып жүр. Кейде біреуі құрым кигізді тұзға малшып тыққан соң, есі шығып мырза болып, еріксіз кім болса соған талтайып емсіп жүр. Болыс пен биді құрметтейін десең, Құдайдың өзі берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған, жалынып, басырып алған болыстық пен биліктің ешбір қасиеті жоқ. Мақтаны сыйлайын десең, жаманшылыққа елдің бәрі мықты. Жақсылыққа мықты кісі елде жоқ. Есті кісіні тауып құрметтейін десең, әділет, ұят, нысапқа есті кісі елде жоқ. Қулық, сұмдық, арамдық,
амалға елдің бәрі де есті. Ғаріп қасар бишараны құрметтейін десең, жатқан түйеге мініп алмаса да, момындыққа есеп емес. Егер мінерлік жайы болса, бірдемені ептеп ілгерлікте жайы бар. Енді қалды қу мен сұм, олар өзде қуратпай, сулатпай тыныштық көрер емес. Жә, кімді сүйдік, кімнің тілеуін тіледік. Өзі құрттанып шашылған болыс билер тұра тұрсын. Әлбәтті амал жоқ, момындығынан ырыс баққан дау бақпас деген мақалмен боламын деп бергенімен жаға алмай, жарымын беріп, жарымын тыныштықпен баға алмай, ұры залым қуларға жеміт болып жүрген шын момын байларды аямасаң, һәм соның тілеуін тілемесең болмайды. Сонан басқа таба алмадым. Абай Құнанбаев, 23-ші қара сөзі. Біздің қазақты ондырмай жүрген бір қуаныш, бір жұбаныш бар. Оның қуанышы елде бір жаманды тауып, я бір адамның бұл өзі қылмаған жаманшылығы шықса қуанады. Айтады: Құдай пәленшеден сақтасын, о да адаммын деп жүр ғой. Оның қасында біз сәулелі кісінің бір емеспіз бе? Оған қарағанда мен таза кісі емеспін бе? Деп. Оған Құдай тағала айтып па, пәленшеден тәуір болсаң болады деп. Я білгендер айтып па, әйтеуір өзіңнен наданшылығы асқан, я жаманшылығы артылған кісі табылса, сен жаманға қосылмайсың деп. Жаманға салысып, жақсы бола ма? Жақсыға салысып, жақсы болады дағы. 100 ат бәйгеге қосылса, мен бәйге алдым деген сөз болса жарар. Алдында неше ат бар деп сұрар. Артында қалған ат нешеу деп сұрағанның несі сөз? Мен 5 аттан, 10 аттан ілгері едім дегеннің несі қуаныш? Енді жұбанышы жалғыз біз бе? Елдің бәрі де сөйтіп ақ жүр ғой. Көппен көрген ұлы той, көппен бірге болсақ болады дағы деген сөзді жұбаныш қылады. Оған Құдай тағала айтып па, көптен қылмасаң болады деп, көпке қаһарым жүрмейді деп, көпке тұзағым жетпейді деп, ғылым көпке келіп пе, біреуден тарап па, хикмет көптен тарай ма, бірден тарай ма, көпке қорлық жүрмей ме? Жоқ, жарымы ауырып, жарымы сау болса жеңіл тие ме? Жер білмеген көп адам адасып жүрсе, бір жер білетұғын кісінің керегі жоқ бекен. Көп кісі жолаушының бәрінің аты арығаны жақсы ма? Жоқ, жарымы арыса, жарымсының күйлісі жақсы ма? Жұт келсе, елдің бәрінің түгел жұтағаны жақсы ма? Жарым жартысы аман болған қалғаны жақсы ма? Осы көп ақмақтың бір ақмаққа несі жұбаныш? Тұқымымызбен аузымыз сасық болушы еді деген жаман күйеу қалдығын жеңіп пе? Көңілін сол сөзі разы қылуға жетіп пе? Ендеше көбінен қалма, сен де аузыңды саста бер деп пе? Абай Құнанбаев, 24-ші қара сөзі. Осы күнде жер жүзінде 2000 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллион қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мықтылығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрт тануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аңдып, ұрлап,
кірпік қақтырмай отырғанымыз. 3 миллионнан халқы артық дүниеде бір қалада бар. Дүниенің баяғы 3 айналып көрген кісі толып жатыр. Өстіп жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз аңдып өтеміз бе? Жоқ, қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қалып, өнерді, малды түзден, бөтен жақтан түзу жолмен іздеп, өрістерлік күн болар ма екен? Әй, не болсын? 100 қараға 200 кісі сұғын қадап жүр ғой. Бірін бірі құртпай, құрымай, тыныш таба ма?